бүгінгі таңда енді Түркменстанда тұратын қазақтар Қазақстанға барам десе, тек Қазақстан елшілігіне арыз жазады. Ағайындарға барып келуге и тегін виза алады. Сол тегін виза деген ол өз-өзінен келген жоқ. 99 жылда виза система кіргізіліп, 2002-де тек соны жауап шештік. 3 жылда сол жазып күресіп, содан басталып кетті. Сосын әрі біздің қазақтың балалары, мысалы келдіңіз, Қытайда қазақтар білімді, бізде де Түркменстанда қазақтар әсіресе математика жағынан, бухгалтерия жағынан мықты болды. Мен өзімде мектепте институтта оқығанда математикадан бірінші орын алып, бүтін одақтық олимпиадаларға бәріне қатынасып жүрген өз ұлдарында математиканың өзі болып кетеді. Бізде міне тәуелсіздік алғалы бері уже нұсқау берілген, тек түркменнің бағаны оқуға. Қазақтар сен жұлдызды ұстасында сен оқуға түсе алмайсың. Өз балаларын өз отбасын көрген, оларда бізде кәдімгі біздің сіздің көріп жүрген экзамендеріңіз онда сөйлесіп отырып шешеді күндерін аламыз. Алманы жігіттер болса, қалай жағдайда әке-шешесіне сәлем айтты, білімі жақсы екен деп жаза қояды. Мен кісі сияқты неткенде өзімді көрдім, шешім жоқ, шешіп болмайтын мәселе береді. Ондай мәселе емтиханды берілуге тиісті емес. Мен бұрын өзім математика қызып бәр жерде оқып жүргесін, ондайды білем. Өткен ғасырдың 60-70 жылдарында Москвада сондай болған. Москвада орыс ұлтшыл мұғалімдер жиналып, институттарға тек еврейдің балдары кіріп жатыр деп, соған қарсы отырып алып мәселелерді сондай сасқайды жеңіл екен. Олайынша қарағанда қарапайым сияқты, бірақ шешімі жоқ, соны шеше алмады деп екілік қоя бермеді. Бірақ заң бойынша емтиханда нақты шешім бар, өзі мектептің программасын біліммен шешіп қоятын. Сондайды беріп, менікін жыққан, сонда жыққанда қағаз жетпен бұл қандай берілген біліп, баландамын неге барған апелляция. Апелляцияға директорымды шақырды. Мұғаліміз осындай мәселе береді. Неге ондай беруге ақы жоқ. Неге десе, ол директордың өзі де білмейді екен. Яғни сол экзаменатор мұғалімді шақырың деп, мұғалімді шақыртып әкеліп, мен қасында кәне осыны шешіп көріп деген. Ол отырып алып 2 сағатта отырды. 7-8 қағазды жазып қарап шешіп, содан сол қағазды мен жұлып алғанмын. Соңғы олар жоқ, ендігі жыл ел дейді. Ендігі жыл ел деп ол білімнің төмен адамға айтылады. Мен сіздің істеп отқаныңыз не? Сосын ертең бері бір күн бері сөйтіп Қашқақтан мен сосын отырып бас прокурорға президентке де жазған. Бірақ ол жазған қағаздарын тағайындалып не керек институтқа сол қабілет. Мен айтамын, басқа адамдар неге өтесіңіз десе, бас прокуратурада айтады, біз математиканы жақсы білмейміз ғой дейді. Сол математика сол институтқа жіберді. Мен басқа институттан бармын, осы институт жоқ. Сонда соң министрлікке де барып, оны нетіп, бәрін доказательство орнып бастағанда олар маған былайынша айтты. Түркменстанда тәуелсіздік алған бері бір апелляцияда ешқашан шешілмеген. Бәрін қайтып шешілмеген. Әрі соңынан көріп отырмыз, бірақ сондай шағын беріп, сол қуылып жүргені мәз болып қуанып отырды. О неге десем, жасты сондай нақты сөйтіп кетіп тұрған апелляциялар көп бір жоқ, бәрі жоқ қойған. Сондай келсе, бір-екі келген жағдайда соны қолданып, ректорды, министерство жанына келіп, ректорды қорқазып, мен жауаптасам, сол үшін мен өз қызын оқуға салдым. Мен басып тастап, қайтап отписка қылған үшін сөйткен. Мен соңғы жылы кіші баламды да сөйттім. Кіші баламды экзамен тапсырғанда бәрі министрлік қазақтар біледі. Ол да орыс мектебінің математикадан бірінші орын алған олимпиададан. Ол барады политехнический институтқа. Қайтты деп ойлайсыз. Математикадан ол да екілік алады. Тағы апелляция деп шақырып бастан директор ол кезде приемный комиссияның бастығы проректор. Ол келді, ол өзінің специальный шоста институтта бірге оқыған курстасында келіп жарылып отырды. Ой, мен бәрібір дейді, сен баламды кіргізе алмайсың дейді. Маған жаман болады, жұмысымды жасайды, менің бала шағам бар ғой деп сөз жатырмыз. Сөйтіп отыр, не дейсің, қасын, құрсын деп, әрі менің уже бұрынғы жылғыдан несін алған, мен сол жазған қағазын әкелім, жұмысын әкелмейді, көркізбейді. Сен соны копия қылып көрім десем, бұрынғы жылда беріп жаңағындай жаңылысқан ба, енді мына екінші баламды әкелген жоқ. Сонда мен еткенім, болайынша сондай жағдай екен болса, қазақ бәрі біледі, бармайды да, екзамен тапсыруға документ жоқ. Бірақ мен балдарым айтқан, анау айтты, мынау айтты демей, өз көзіңізбен көрің, өзің көріп, өзің қолыңызбен көрің, ендігіде нақты өз атыңнан айтатындай. Мен де қазір айтып отқан жоқпын, ананың баласы жығылыпты, ананы да алмайды, ана жерде мұндай деймін, мен өз үстімнен өтті, өз сол задача заттарына барып,
арасы анықтайтын біздің егер бір балада кірмейді оқуға мектепте оқығанда енді мектепте күнде көріп жүрсің ол жерде саған екілік қоя алмайды ол мектепте бәрін жақсы бітіресің институтқа кіре алмайсың егер институтқа кіріп білім ала алмасаң ертең не болады жұмысқа да кіре алмайсың үшінші сорт болып кете бересің сондықтан жалғыз жолы сол бізде сонда қызық жері мына майда мектепті бітіреді үздік бітірді ең жақсы дейді июльда екілік алып шығады Түркменстанның институтына кіретін экзаменда сентябрьда Астанадан комиссия келді сол Түркменстанда қазақ балдарының ішінен іріктеп оқуға аламыз деп сол іріктеп тестілеуін өткізді сол тестілеуінде менің балам бәрінен жоғары болады математикадан жаңағы 30-да 6 абсолютный результат көрсетеді бұл мүмкін емес баста үздік 2 айдан соң екілікші тағы 2 айдан бәрінен жақсы сосын бір несі біздің балдар программасы сайыс келмейді деп мұнда неге дайындау бөліміне подготовительный сонда бір жыл кете ме жылда да Қазақстанда көп үйренсін деп жарайды бір жыл дайындық несінің бөлімінде оқып сосын бір жыл бітіргенде осы Әл-Фараби университетінде тесттерде болды тесттерде өткізгенде де сол шетел қазақтарының ең жоғары баланы оқуға сөйтіп соны басқалар да уже көреді қазақтар сол дүйсенбінің баласы кіре алмады онда ешқашан кірген жоқ мен түсінетінім сіздерде мынау қазақ балалардың Түркменстан жоғары оқу орнына түсуі өте қиын ғой солай мүмкін емес тек қазақтар ма басқа ұлттар өзбек орыс болсын басқа ұлт армян болсын ол түркменнен басқаның оқығысы келмейді бірінші президентім телевизорда айтқан сонда олар басқа ұлттың өкілдері басқа ұлттың адамдары барлығы кету керек Түркменстаннан тек өздері қалу ма одан басқа ондай мәселені үйтіп қою дейтін тек солай түсінуге болады ғой басқаша ол қалай түркмендендіру саясаты шығады кетті ме соны заң түрінде былай айтпайды да бірақ істеп отқан тіршілігі барлығы жасап жатқан айлалары барлығы сол енді көші-қон мәселесі сонда сосын енді неткені сонда басқа жаққа кетіп оқиды басқа жаққа оқитындардан тыйым салып міне интернетте затта оқып жатқан шығарсың қырғызда оқитынды ресейде украинада оқитындарды оқуына жібермей ұшырмай жаңағы виза керек визасы болса да билеті болса да самолеттен түсіріп қалып балдарды сөйтіп оның бәрін ақпараттарда бар жазылып жатыр сонда не айтқысы келеді сонда басқа ұлттар мынадан ешқандай білім алмау керек десе оларға құл болу керек па сонда тек жұмыс та жоқ қой енді оларға олардың халқы ғой олар үй жатқанда тіпті басқа ұлт болса да олардың потенциалы мемлекет тоталитарлықтың ең жаман түрі ғой этноцентрический тоталитаризм ғой айтқан кезде ал енді ұлтын түркмен етіп жазып тапсыруына бола ма мысалы сол бір айтылмайтын мәселеге көштің кейбіреулері соған өтеді оқуға кіру үшін дейді жұмысқа кіру үшін деп ұлтын өзгертіп задетіп мәселе анық тұр ғой түркмендесін бірақ оны бәрібір дискриминация болады ғой ар жағында олар біліп отыр ғой жоқ оны ондай аз себебі бізде ондайды жақтырмайды біздің халқымыз сатқын десек сізде мына жерде даже бір біріне үйленіп жүрген бар бізде баласын өз алдынан қазақтан үйлендіріп қызың да өз ұлтыңа шығу керек басқасына өткенде өте жақтырмайды қазір енді бұл уже қатынас кеткесін нетіп өзгеріп жатыр бір 15-20 жыл бұрын басқа ұлтқа барса мысалы қызы қашып кетіп сөйтіп барады сондай болса әке шешесі халқын шақырып не ететін өлді деп садақа беретін сол қызым өлді ме қатынаспайтын да сол үйде аты да айтылмайды бармайды сөйтіп өте қатал болған енді бірақ қарым-қатынас өзгеріп жатыр қазір уже заңды түрсе барса уже жек көріп нетпейсің сонда қанша мың қазақ бар түркменстанда соңғы санақта 95 жылда 1995-те 90 мың еді енді бірақ көбі көшіп 40 мыңдай қалған шығар жеті дейтін мәселе туындаған жоқ па дегенім ғой қазақтардың саны аз болатын болса бір-бірімен үйлену жеті емес бізде өз руыңнан алуға болмайды жоқ жеті адам жоқ өз руыңнан алуға болмайды қазақтың аз ғой деген азайғанда да ол бізде қазақ мынандай араласып кеткен ғой үш қазақ әр рудан болып тұр ғой әр рудан болып тұр мысалы бізде тек еркектер менің руым әкем бір рудан шешем бір рудан әжем басқа рудан араласып
Есеке мынандай мәселені таратып айтып берсеңіз, өткенде айтып өтіңіз ғой, Ресейге көшетіндер жеңілдікпен кетеді, өзінің мүлкін сатуға басқасы деген сол жағында. Сонда енді көшқанда жаңағы осы қазір біз ашық сөйлесіп отырмыз. Ертең интернетке шықса, сіз Түркменстанға барғанда сізге зиян болып шықпай ма? Ертең сізге тиісіп жаңағы сен барып алып Қазақстанға неге сен Түркменнің жаңағы заңына мемлекетіне тиісесің, бізді жамандап бірдеме деп атсын деп ертең өзіңізге тиіп кетпей ме? Аман сау сол жақтан келгеннен кейін ондай айтыңыз. Шынымен жоқ, ол журналистерге бізге қызық болар, мысалы ертең күні сізге зиян болмасын. Жасалашта оқып отырып солай ойладым мен. Жоқ, оны ойлаймын. Енді ертең міне бұйырса дегенде Ашхабадқа ұшам. Қондауы да мүмкін, ұстауы да мүмкін. Оның бірақ бір несі бар, айтуға болмайды енді. Бірінші адамға тиіспелі емес, ол сіздерде заң бізде ондан да қатал заң бар, бізде тек қарсы айтқан емес. Даже сомневаться етсем, ода государственная измена деп есептеледі. Соны ойламауды емессің. Ойласаң, сомневаться, сондай болуы мүмкін ба, ондай емес ол десең, онда да басылады. Бірақ мен айтып сөйлегенде де қазір айтып жүрген, мен просто бір жерде оқыған, не дейді. Кейде мұны аноним жазып алып, соны жасырып жібереді, зат етеді, айтып бүйтіп бүйтеді ма, сондай өткенде бір жерде бір ақыл берілген. Егер де мысалы үшін осындай критика етесің ба, бүйтіп жазасың ба, айтасың ба, сондай қылып айту керек. Міне сіздің араңызда айтқанда да, или жазғанда да, сол міне жазғанымды, или осы айтқанымды ертең күн Красный площадьта халықтың алдында айтып келесің ба? Сондай айтатыныңды айта беру. Мысалы мен қазір сізге отыруға айтып отқан әңгімемді Красный площадьта көпшілік адамның алдында айтып келемін. Сол мен жазып отқан арыздарымды бәрін сол 10-15 жылдан бері жазып жүргендерім бар. Мен Қазақстанда сынға қалып жазғаным бар. Соны мен ұялмай көпшілікте қай жерде болса да мен оқып айтып келемін. Ертең мен басама қоғама ол мемлекеттің жағдайы өзім көріп келдім. Мен ұстап алып тағы басса, мен сонда осы басып зат еткенде мен жаңа следователь басқаларға да айттым да, осы мен дедім, осы қазақтың ішінде сол бәрі тапқанды білім қылып, бәрін дұрыс істеп сөйтіп жүргенде нені бастыңыз? Енді ашқа кім қалды онда? Сіз бәрін өзіңіз жөнді жүрген адамды дұшпан қылып, басқа кімді жөн деп айтасыңыз? Өзіңіз қай жаққа барасыңыз деп айтам, сөйлей алмайды сондайда. Сол болмаса мен неде де жазып бүгін саясаткер емеспін, оппозиционер емеспін, саясаткерде еш партияға да кірген жоқпын. Мен тек өз ұлтымның, өз қазақтарымның өзімнің алдында шыққан проблемаларды шешу жолында жүргенмін. Бәрін шешкенде де заңға сәйкес. Жаңа тек визаның шетін айттым, сонда заңды көріп, басқалардың қандай шешкенін көріп жазғанда да мен оппозиция басқа айқайлап емес, екі жақтың президентіне жазып сөйтіп, доказать етіп барып сөйлескенде де сөйтіп, даже сол қаттық айттыңыз деп Астанаға барып, сыртқы істер министрлеріне бәріне кіргенде көп айтатын сөйледі, чиновниктермен сөйлесесің ғой, сөйлесіп бастаймын, Ашхабадта деп сонда айтатын, ой, Түркменстанда да қазақ бар дейді. Көбі қазақтың бар екенін білмейді. Сол жыламаған балаға емшік жоқ деп бәріне жыланып айтып, қазақ бар деп сөйтіп неткенбіз ғой. Сосын жаңа біздің сыртқы істер министрлігі Түркменстанда қанша қазақ бар екенін білмей ме сонда? Қанша емес, тіпті қазақ бар ма деген сұрап отыр. Сан емес қой. министрлікте елшілікте аздап хабары бар ғой, онда енді тіпті ақымақ деп санауға болмайды. Мына бер жағындағы мына министрліктерде басқа орталықтағылар білгісі келмейді ғой. Оны білсең, үлкен мәселе. Онымен айналысу керек. Қарап отыруға болмайды. Ертең көреген ғой, сен білетін неге шара алмай жатсың деп. Басын алып қашу ғой мәселеде. Сосын мен жаңағындай қатты қол жинайсың, тағы бір зат етесің, ол қиын өкпе кететін жолы. Ең бір жолы басқаларды көресің, ұйымдастырып, оны тіркеуге өткізіп, соның атынан жазып, сондайды шешуге болады. Мен сол еткенім қазақ ұйымын нетем ба деп әділет министрлігіне арыз жазып, құжат тапсырып сөйткенімізде қайта-қайта отказ келіп тұрған 90-шы жылдардағы отказдар. Сосын әкімшілікте жатқанда әкімнен де офистер берді, оған да отказ мынандай істеді. Парламентке жазғанда депутаттар олардан да отказ келген. Сонда мен жазатыным келісім шарт бар Түркменстан мен Қазақстан. Мұнда біз Түркмен орталығын ашамыз дейді. Ояқта қазақ орталығын ашамыз деп. Оны бұрынғы президент те міне сөз берген, бұрынғы президенттің жазғаны. Міне қазіргі президент те сөз берген, міне қазақ ұлттық орталығын ашамыз. Бірақ осылардың біреуі де істелмейді, етілмейді. Мен соны сұрап жерге нетсем, мен жаман ақыл етемін. Сөз үйінде мойындайды да, іске бармайды ғой.
Сосын мен өмір бойы басшылардың істейтіні осы ғой. жаңа мына манатта мына доллар төлеу қиын манатта өте зат деп мен Назарбаевқа жеңілдетің деп жатырмын. Түркменстанның президентіне манатқа өтің сондай манатқа бізге долларда айлық алмаймыз деп жазғанбыз. Президент бас центральный банктың бастығына жіберіп, ондан мынадай жауап келген, манатқа өткенбіз. Осы мен бір атсалысып істеген жұмыстардың бірі, оны бәрі қалыпта біледі. Ал Міне приглашение ой пікірлері қалай сонда халықтар? Біздің қандастарымыз қазақтардың көбі көшіп келгісі келе ма елге? Жоқ, көбі көшіп келгісі келеді. Оның өйткені ең күші жеткен білімділердің бәрі көшіп келді дегенде, мен политинститутты бітіргенде суретке түскеніміз, осындан тек міне мен көшіп келген жоқпын, мына Камила бар. Камила да уже жазда келеді. Ояқта үйін сатып, мына жақтан жер ошақ салып кетті. Қалған бәрі қазақтар келді. Ең бірінші көшкен мұнай саласында, құрылыс саласында. Неше бітірген? 78-ші 73-те келіп, 78-де бітірген қазақ жігіттері. Бәрі көшіп келді. Дұрыс. Мен қалдым, Камила қалды. Камила да жазда келді енді. Ал сіз көшіп келіп өтсеңіз, мысалы, сізден кейін осы жұмысты атқаратын адам бар ма? Пысық бір қорықпай қалған қазаққа қамқор болып, соларға көшбасшы болып, осы жұмысты жүргізе алатын. Ал жақсы, сіз келдіңіз. Дұрыс болды. Бүгінгі таңда жоқ, себебі міне осы нетіп жүргенде, осыны сұрап барып жүргенде жас бір-екі жылдықта Ресейде менен сұраған Есмұхаммед деген құрдасым. Сенен басқа осындай істеп жүрген бар ма дейді. Сонда ойланып көрдім, бұл жұмыс өте қиын, әрі ондай табысты емес, әрі соңынан көріп отырсақ өте қауіпті. Ойланып көрдім, Түркменстанда менен басқа адам жоқ. Ал біздің елшілік елшілік дегенде не дейді ғой, бұрын біреуі ашу білмеді ма, бір не етті ғой, Американы жабу керек, сосын жаңадан ашу керек деп. Бүгінгі таңда Қазақстанның елшілігі болғаннан болмаған жақсы. Себебі бізде бұрын сөйтіп жазғанда да еткенде кедергі беріп, міне ұйымымызды аша алмай жүрміз ғой. Ұйым аша алмасақ та бізде 92 жылда бірінші заң бойынша әлі регистрацияда болмаған ұйымдарда жұмыс істеуге болатын деді. Как у вас период регистрации дегенде. Құжаттарын тапсырасың, регистрация болып жеткенше Елімай Түркменстан деп жазасың, бірақ 2003-те заң өзгерді. Сонда тіркеуден өтпегендер істеуге болмайды. Сонда жазып жаткенде елшілік отырады да мәлімет береді. Ол Елімай Түркменстан деген қазақ ұйымы тіркелмеген, оны заңсыз деп есептемеген деп Ашхабадта тұрған елшілік Қазақстанға мәлімет береді. Біздің бәрі жинағанымыз, жазғанымыз бір тиын болып қалады. Нөл болып қалады. Сонда айтпайды ол. Бүгінгі таңда Түркменстанның заңы бойынша тіркеуден өтпеген ұйымдарда жұмыс істеуге болады. 2003-ке дейін істеуге болады. Елші кім? Қазір от бүгінгі таңда елші жоқ. Бір елшіні Малайзияға жіберді ме, қазір от күтіп тұрмыз. Түркменстан өмірде Қазақстаннан елшіге жараған адамдар емес. Алдында бір елші ит ұрлап ұсталып, бәрі қазақты масқара қылып кетті. Түркменстан итін ұрлайды деп шекарада ұстады. Дипломаттар жағы үшін жүгіретін шығар біреулер. Ғизат па? Ғизат. Онда да Түркменстанның чемпионын ұрлап, бәрі не алады, справка затталып, басқа бір просто итті көргізіп, ешқандай көз бар. Жағынан чемпионда ұрлап әкетеді да, сатып алып әкетеді. Онда бәрін тексеріп, тек шекарадан өтейін деп тұрғанда өзі де дипломат машинаның ішіне салып өткізеді, ол барланбай тексерілмейді. Оны ұстап тексереді. Қазақтың жағдайынан бір ит пайдалы болып ғой. Жалпы енді үлкенде де біраз әңгіме қылдық қой, негізі үлкенде сұрап жатыр. Осы қауымның негізі өзіміздің ойымызша түркмен елінде жалпы адам құқығын, азаматтық, ұлттық, этностық құқығын әрі қарай мысалға алдағы 10-15 жылда жүргізу мүмкіндігі ашылуы мүмкін бе? Енді жалпы осында жоспарлы түрде бәріне көшкені дұрыс па? Қалай деп ойлайсыз? Мен өзім ойым осы жағдай болмай да тұрып өткен жылы мен ойлаған бұрынғы президенттің қандай болғанын бәріңіз білесіңіз ғой. Мен ойлаған бұл президентте өмірлік емес, ол кетер, жағдай өзгерер. Мен өзім сол жақта туылғасын, ол шын мәнінде Түркменстаннан көшетін ешқандай ойымда жоқ. Туылған жерімде көзіме жылды. Бірақ жаңағы өз балдарыма да айтқан, бізде тек бір азаматтық қалды. Азаматтыққа өтпем, ертең
жоқ, бәрі зат жөнделсе, Түркменстанға керек болуыңыз керек, бұл жаққа келесіңіз, ешқандай маман жоқ, істейсіңіздер деп ойлаған ғой. Бірақ өткен жылы мынандай заңсыз мені ұстап, басып сөйтпесін. Осы обозрим будущее, осы жақында Түркменстан өзгермейтініне сендім, балдарға айттым, қазаматтың азағына өтіп, енді ізіңізге жол жоқ. Өзгермейді. Түркменстан халқы өзгеру керек. Халқы соған дайын болу керек. Ерекше бір жағдайы бар Түркменстанның, өзгермейді. Сол себептен елге қайту керек, басқа амал жоқ. Елге қайту деп мен бұрын ойымда ойлаған Қазақстанның қандай саясаты болады. Көшінбейтіндерге көмек ету керек, көшпе сол жақта орнасып күресем отырам, істеп өзімді көріп сөйтем дегенде олардың позициясы оларға да көмек етіп, оларға мемлекет, біздің қазақ мемлекеті жаңағы келісімге беру керек, мәселені міндетті түрде қойып тұру керек қой. Ел басшылар кездескенде де министрлер болсын, басқа болсын, қоғам болсын жаңағы. Сонда мен жаңа айтқан сияқты тек басқалардың несін көрем ғой. Мысалы, көп чиновниктерге де зат қайдан. Бүгінгі дейін Түркменстанда осылай жиналды ма, Түркменстанға келіп істеп жатқан бір қазақ компаниясы жоқ. Кірейін деп келіп офисқа ашып отыратындар болады, біреу де орнаса алмайды. Неге орнаса албаса, оларға мысалы Украиндікі, немістікі бәрі келіп істеп жатқанда, олардан қалай істейтінін көрдік. Бізде Украина елшілігі ашылды. Украина елшілігі ашылып, офисқа келіп тұрғаннан, олардың ең бірінші істеген жұмысы мына телефонный справочник алып, ашылатын телефонымыз. Соны бүйтіп ашып қарайды. Харченко, Пархоменко сондайларға сөйтіп кездесіп украинская. Звондайды. Сіз осындай семья ма дейді. Мысалы Харченко ма? Иә, Харченко десе. Міне біз сізді Украина елшілігімен звондап тұрмыз. Біз осы жерде елшілік ашылды. Ендігіде қарым-қатынас істейік. Сіздер мәдениет саласынан ба, басқа саладан ба, қай мамандығыңыз бар, әртүрлі фирмаларымыз келеді, істесейік зат деп. Бәріне звондап шығады. Уже бәрі сол ашылғаннан біледі Украиндар. Өз Украина елшілігінің қасында Украин тілін үйрететін курстарды ұйымдастырған. Сосын ертең күні Украиндар компаниялар кіріп бастады, Интербудмонтаж дейді, басқа не, Укргаз дейді. Олар кіргеннен жергілікті Украиндарды өзіне жұмыс алып, соларға істетті. Олар жергілікті Украиндар білімді маман, бәрін таниды, бәрін біледі, алып істеп кете береді. Сосын немістер келгенде, оларда елшілік ашқанда оншақты немісті тауып алды. Тауып алып, соларды істетіп, олардың жұмысы алға кетті. Енді қазақтық мысалы келді. Даже Жайремский комбинат деген представитель келіп, офис ашады. Енді үш жердегідей көреді, бір жерде офис жалдайды, орталық жерде. Сосын реклам береді газетке, осындай біз комбинаттың представителіміз, бізде осындай өнім етеміз. Келін қатынасайық деп жаза ма? И отырып күтеді. Күтіп отыр офисында. Офисіне ешкім келмей, оның ойлайтыны, күтетіні министрліктер, сондай мекемелер ғой, әкімшіліктер сондайлар. Олар келмейді, әртүрлі фирма бар деп, әртүрлі ақша сұрайтын нелер бар ғой, инвалидный общество, біреудің балама дейді, сондайлар келеді бәрі ақша сұрайды. Ой, фирмасыңыз ба ақша береді. Бірақ оның күтіп отқан министрліктің заттың өкілдері істесетін біреуі де келмейді. Не келмейді дегенде соған түсінбейді. Соң 2-3 ай өткесін түсінген жоқ. Бізде заң бойынша мемлекеттік жұмысты істейтіндер шетелдің офистарға нелерге баруға болмайды. Мүмкін шпионажға сол сияқты да баруға болмайды. Біреуі де келмейді мұның қасына. Енді жарайды. Горы неміз Магомед идет гаран деп, ол енді министрліктерге, әкімшілікке барайын десе, Түркменстанның заңы бар. Шетелдің азаматы через МИД рұқсат алмай баруға болмайды. Міне қазір сіздің басыңызда бір ой келді, құрылыс министріне барып осыны айтайын, бізде осындай өнім бар деп айтайын десең, сіз Қазақстанның МИДіне жазу керек. Қазақстанның МИД Түркменнің МИДіне сұрау керек. Ол Түркменнің МИДі қарап, болады дегесін мен баруым керек. Оған 1-2 ай өтеді. Ол 1-2 айға өткенше мына сұрақ уже актуальности жоқ уже. Оның көбіне рұқсат та бермейді. Сосын мұның қасына ешкім келмейді. Бұл ешқайсына бара алмайды. Енді сөйткенде қалай жүреді? Ойнап отырып неттік, жарайды. Оған баруға болады, яғни нейтралитетті басқа бір жерден қосып, ресторанда бір жерде кездесек дейсің бар. Ондайды шетелдіктердің бәріне мына түсі жоқ. Кіммен отырғаны бәрін суретке салып, ертең оны сен не деп кездессің?
Сен бір зат секрет сатып жүрсің ғой, оны шығарып тастайды. Ол ресторанға да сізбен бармайды. Таза тоталитарлық мемлекет қой. Жоқ, сондайды міне сөйтіп менікі қазақтық сөйтіп істей алмайды. Сөйтіп істей алмай шығып кетті да. Енді сол жаңа салыстырғаны Украиндікін алайық. Украинаның интербот-монтажы келді ма? Ол жаңа келіп ашылмайды, уже украиндарды қандай мамандығын тауып алды ма? Өзіне жаңа мысалы канализация водоснабжение время туралы ең мықты бізде специалист Харченко. Ол Түркменнің жаңа несінде зам болатын. Сол жұмыс сразу мынаған жұмыс болыпты. Келгеннен соң жұмыс барды ма? Енді жаңағыдай бір сұрағы болса, министрліктен барып бір зат сұрамалайын айтпай болса, ол Харченко барады. Харченко барғанда ол мысалы мен сияқты ол Түркменстанның азаматы. Түркменстанның азаматы қай министрлікке барса да ақы бар. Ол мысалы олардың қойын деп тұрған ұсынысы мысалы Украинада материалын бір затын ұсынайын дейді ғой. Соны мысалы қазақтық болса мен барып ұсынып білемін. Мен ұсынғанда айтамын міне бізде осындай өнім жоқ. Түркменстанға осындай керек өнім. Мен соны Қазақстанда бар екен білдім. Осыны алу керек зат деп мен барып айтып та білемін, жүргізіп білемін. Украиндық сөйтеді. Ол ана интернеттен аяқтан келіп отқан басқа бір жерге бару керек емес. Ол Харченко күшті маман. Соған айтты, ол министрлікке де келеді. Ол көп заттарды білмейміз, кейбір мәліметтер, білмелі мәліметтерді ол барып сұрау да керек емес. Ол өзі біледі, істеп жүрген үшін. Потом Ашхабадтың ең бас архитекторы Филипченко. О да строительный фирмамыз оңынке де жүріп кетеді. Соларды істетіп, солардың білімін алуын, солардың жұмысы жүрсін, соларды білім алсын деп солда, міне бізде қалай Қазақстанда жоғары білім алуға осында ұйымдастырылды ғой, қазақ балдарын алуға. Мысалы ондан жоғары болашаққа кетейін дейсің, магистратура оған диаспора балдары алу деген жоқ, мысалы заңда жоқ. Сондай Украинада да ондай заңда жоқ екен. Бәрі несі программа заты жоғары білім деп. Жаңа Филипченко деген главный архитектордың баласы оқу бітіреді, институтты бітіріп, үздік бітіріп тағы оқу керек па? Ол жаңа отқан елшілік Ашхабадта оқыған дейді. Өз несіне үкіметіне шығып, осындай бізге нетіп жатыр қызметтерді соны шешу керек деп, соның баласын жоғары одан соң магистратура сондайына оқуына да рұқсат етіп қойып соны оқытты. Ол ертеңгі таңда егер Украинада қалып қойса, Украина үшін керек маман. Түркменстанға қайтып келсе де, мына Түркменстандағы келіп жатқан Украина филиалының жұмысына көмек ететін ол дайын кадр. Соны бізгенде мына неше сөйлескенде де жоқ, біз дейді Түркмен ашқан үшін кадр дайындамаймыз дейді. Кейбір мамандық. Біз дейді мынаны тек адам ертең қазақ болмаса Түркменстанға кетеді дейді, бізге оқытқанымыз бос кетеді дейді. Соны ойламайды, ол ояқта жүріп те қазақтың несін жүргізіп деді. Сонда айтам басқа Америка заттар бар өздеріне оқытып дейді. Біз ол Америка зат сияқты ондай алпауыт емеспіз дейді. Алпауыт емес, Украинадан сен кемсің ба? Онан даже менікі мысалға келгенде қазақтың елшілігі ең бір үлкен елшіліктің бірі 20-30 шақты адам бар да. Мына кішкентай елшілігі аштан Румыния. Тек 3 адам бар. Елші, консул и тағы секретарь сияқты. Сол үшеу келгенде де олар Румындарды, оказывается, Молдавандарды өзі деп есептеді. Сол бәрі Молдавандарды іздеп тауып, 5-10 бала тауып, сол балдарды елшінің өзі оқытатын еді. Болмаса ол доктор наук профессор. Соларды оқытып, ертең күн оқуға жіберіп, соның ұйымдастырды. 3 адам бар, елшілік сонда кетіп отыр. Қазақтікі ватан қайта қашады жаңағыдай. Олардың бір қашатыны мен түсініп отырмын. Себебі жаңағы қасына барып жетіп жүрсің, біз жергілікті адам олардың не істеп жүргенін, не қылатынын бәрін білеміз ғой. Соны айтып, өзі болып, соны міне Қазақстан білмесін деп қазақты жолатпайды. Егер дұрыс істейтін болса, ит ұрлағаны бар, басқа ішіп-тышып, пияңшылық етіп жүрген, соны көресің де, ол бүкіл Ашхабадқа күлкі болады. Ол қазақтың елшісі, жаңа несі, дипломаты, түннің ішінде көршісіне барып арақ сұрайды дейді. Онда да бір екі жүрмеш, бір ящик арақ берді, бәрін мазалап тұрғызып, ол ертең өтін Ашхабад деп күліп жүрілерді. Сондайларын білмесін деп бізді қазақты жолатпайды. Басқа нелерді қандай не істейтін. Жаңағы сіз айтып қалдыңыз ғой, ол жақта жағдай жақсы болса қала беретін едім деп. Сонда бұл жаққа келіп жатқан Түркменстан қазақтары ол жақтың қолайсыздығынан келіп жатыр ма, жоқ әлде бұл жақтың жағдайының жақсы болғанынан келіп жатыр ма? Жоқ, жаңа қолайсыздығынан ең бір несі болашағы жоқ. Сонан екіншіден жаңа әділеттік жоқ. Бұл жерде сіздерде көп, как раз оппозициямыз күресіп бір заттарды жазып нетіп жатсың. Мына жақта сенің мынандай 100% дұрыс болса, алып шығасың. Мысалы, мен бұл жерде емтихан тапсырғанда тестілеме тапсырып, бәрінен жоғары балл алса, оны лақтырып тастайтын ешкім жоқ. Мысалы, пайыз өтетін 70 болса, 69 болғанда өте алмай сондай болып, чуть-чуть болып тұру мүмкін. Егер менікі 110 балл алса, өтеді, оны
жығып лақтап тастап жатқан жоқ. Түркменстан жағы Қазақстанды қалай қабылдайды жоқтар қазақтар жаңағы? Жағдай жақсы мемлекет деп қабылдай ма дегенім ғой. Жоқ, мына жақта да қиыншылық бар, бірақ мына жақта елің бар, әрі қолың басың болса қолың. Айтқанда енді жер мен көкте ғой. Тірі адам оның айырмашылығын түсінеді ғой. Түркменстанда тұрғаныңда ол арада